Армысыздар, құрметті тыңдарман. Бүгін топтамада адамды кедей ететін 13 түрлі әдет жайлы айтатын боламын. Арнамызбен бірге болыңыз. Сіз кедейшілік өмірге қандай жаман әдеттің ыңғай беретінін білесіз бе? Өзіңізді тексеріп, мұндай жаман әдеттен арылыңыз. Сол кезде байлық сіздің үйде тұрақтайды. Кедейлік ақшаның болмауы емес, ол адамның бойында болатын жаман әдет дағдыға да байланысты. Көпшілік жағдайда кедейлік ақшаның болмауы емес, адам бойындағы жаман әдет дағдыдан туындап жатады. Егер адам дәл осы қылықтарынан арылмаса, байлық та оның басына қонбайтыны анық. Мақалада тұлғалық өсім бойынша бағыт сілтейтін маман Евгений Денеко талантты адамдардың кедейлікті тартатын жаман әдеттерді қайталап, нәтижесінде кедей болып қалатындығы туралы айтады. Өзіңізді тексеріп көріңіз. Бірінші әдет. Кедей адам үнемі кінәлі адамды іздейді. Кедей адам ешқашан жауапкершілікті өзіне алмайды. Ол өзінің жеңілісінен гөрі айналасындағы адамдарды кінәлап шығады. Оның қатарында әріптес, тіпті бастығы болуы мүмкін. Оның ойынша, осылар болмаса әлде қашан байып шыға келер едім. Бірдеңе жасауыма барлығы кедергі келтіріп жатыр. Екінші әдет – уақытты созу. Бала кезден халық даналығын құлағымызға құйып өсірді. Ол 7 рет өлшеп 1 рет кес. Уақыт өтіп жатыр, ал сіз болсаңыз әлі өлшеп кесіп пішіп жүрсіз. Солай жүргенде біреу келіп сізге тиесілін алып кетеді. Кімде-кім қорықпай көзді жұмып тәуекелге барып алғашқы қадам жасаса, сол түбі жеңіске жетеді. Кедейдің ойлау жүйесімен өмір сүретін адам үнемі уақыт созғыш келеді. Бұл еш жақсылық әкелмейтіні анық. Үшінші әдет – әрекет ету. Кедей адам тәуекелге бармайды. Олар көп болмаса да тұрақты кірісті қалайды. Осылайша жалақыдан жалақыға дейін ілініп өмір сүреді. Төртінші әдет – тегін білім алу. Кедей адам әрдайым тегін семинарлар мен тренингтерге жазылады. Көбісін тыңдап үлгермесе де шамадан тыс жазылып қоюға тырысады. Нәтижесінде адам оқу иллюзиясымен өмір сүреді де іс жүзінде ешқандай нәтижеге қол жеткізе алмайды. Табысты кәсіпкер болу үшін тек қана курс оқу аздық етеді. Мақсатқа жету үшін жақсы қарым-қатынаста пайдалы. Тренинг бағасы тек қана табыстың көрсеткіші емес, сіздің уәжділігіңіздің де бағасы екені анық. Бесінші әдет. Біреулерге еңбек үшін ақы төлемеу. Кедей ойлайтын адам біреу арқылы өмір сүргенді ұнатады. Мәселен, музыка, тренинг немесе компьютерлік бағдарламаларды ол торрент арқылы жүктейді. Оның фальсафасы бойынша барлық ақылы қызметтерді қайткен күнде тегін пайдалану керек. Жалғандық және өзгенің зияткерлік әулетін ұрлау адамды мәңгілік кедейлікте өмір сүруіне итермелейді. Алтыншы әдет. Өзінен аяу. Адамдар өзінің проблемаларын қоршаған ортадан көріп жататындығы жиі кездеседі. Мәселен, ол қолайсыз географиялық жағдайда дүниеге келуі, дене мүсінінің кемсіздігі, кедей отбасында дүниеге келуі, білімсіздігі, өзіне жайлы елде өмір сүрмеуі сынды себептерді алға тартады. Кедей адамның өзін мүсіркеудің оңдаған себебі бар. Ал өзіңді мүсіркеумен бақуатты бола алмайсың. Жетінші әдет – әрдайым ренішін білдіріп жүру. Қаражатының болмауы теріс көңіл күйдің себебі екендігі құпия емес. Кедейлерге қарағанда байлыққа құмар жандар өздерінің армандаған мақсатындағы баспалдақтарды сәтсіздіктер деп қабылдайды. Ол тағдырына мойын ұсынып сұрамсақтануға дағдыланбаған. Кедей өзіңді өзгелер мүсіркегендігін қалау үшін іштегіңді айтқыңда келеді. Алайда мұнан жеңілдейтін ештеңе де жоқ.
Бұған қоса әмияныңдағы ақшаның көлемі де өзгермейді. Ол болған жоқ, яғни болмайды да. 8-ші әдет. Өзгелердің не айтатынын ойлау. Табысты адам өзінің даралығын бағалай алады және қоршаған ортаның пікіріне тәуелді емес. Әдетте кедей адам керісінше өзінің уақыты мен күшінің тырнаққа татымас бөлігін өзге адамдардың көз алдына беделін көтеруге жұмсайды. Бұған қоса ол барынша табысты әрі мықты адамдарға еліктейді. Салыстыру оның пайдасына тиген емес, ол оған тағы да бір жылап сықтап шағымдануына тамаша мүмкіндік береді. 9-ші әдет. Ақшаны бос шашу. Кедей адамда қаржылық стратегия болмайды. Оның мақсаты ақша табу және жұмсау. Еңбекпен келген ақша капиталының жинақталуына мүмкіндік береді. Мұндай жағдайда олардың қате ойлауы: егер ақша жоқ болса, мен не істей аламын? Ақша жоқ болғаннан кейін де адам болашақ туралы ойламайды. Бақуатты болатындар көп, ақша табатындар аз емес. Өз табысын ұтымды жұмсай алатындар. 10-шы әдет. Әсіресе пайданы ойлау. Кедей адамдар жаңаны үйренгісі келмейді, болашаққа жұмыс жасамайды. Тек қазір ғана ақша тапқысы келеді. Бұл тұтынушы жағдайының жарқын үлгісі. Адам бірден бәрін алғысы келеді. Ол қыста көктемге қалдырмай еккен картоптың тауысып жеп шығатын шаруамен тең екен. 11-ші әдет. Ұнамайтын нәрсемен айналысу. Кедей адамда өзіне ұнамайтын жұмысқа барған үшін 10 кінәлі адам, 100 ақталу және 1000 себеп табылатыны сөзсіз. Ол бастығын жамандайды, жұманы асыға күтеді. Десе де дүйсенбі күні еріксіз жұмысқа аяқ басады. Осылайша ештеңені өзгетпей жылдан жылға ісімен шұғылдана береді. 12-ші әдет. Босқа уақыт жоғалту. Кедейлік кейіптегі адам уақытты қалай өлтіруге болады деген сауалмен өмір сүреді. Алайда бұл сауап: мен уақытты қайткен күнде ұтымды пайдаланамын болуы тиіс. Нәтижесінде әр адам өзіне қажеттісіне қол жеткізеді. Кедей адам өз уақытын жоғалтады, ал басқасы уақытын үнемді пайдаланып байиды. 13-ші әдет. Соңғы әдет, яғни біреудің өмірімен өмір сүру. Кедейлерге қате ойлау тән. Ол біреудің өмірін өзіне телу. Көптеген сериалдар, көркем әдебиеттер және жұлдыз тұлғалардың тарихы оларды осыған итермелейді. Біреулердің қызықты оқиғаларын ықыласпен көріп, өз жанкүйерлерінің табысын ойлап, қиял әлемінде өмір сүреді. Қорқыныш пен тәуекелге барудан бас тартады. Өз тағдырын жаңа кірпіштен қалап құрастырғанды ұнатпайды. Бәлкім, бұл сипаттаулардан сіз өзіңізді көрген болсаңыз, бұған бола қынжылмаңыз. Өзіңізді нені өзгерту қажеттігіні осы мәтін арқылы біліңіз. Мақсатыңызға жетіңіз. Баршаңызға сәттілік. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, арнамыздың дамуын қолдап отырыңыз. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.